Баршаңызға қайырлы күн. Өте оңай әрі дәмді творожный запеканка дайындаймыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге керек 750 грамм творог, кез келген творог болады. 180 грамм сүт, 3 жұмыртқа, 100 грамм қант, 60 грамм манная крупа. Барлық ингредиенттерімізді ыдысымызға салып, блендермен араластырамыз. Табамызға жабыспас үшін сары май жағып, манная крупа себеміз. Массамызды салып, 180-200 градуста 50 минутта беті қызарғанша пісіреміз. Духовкадан алғанда ортасы дірілдеп, қозғалып тұрады. Бөлме температурасында 30 минут суытып, холодильникке 1 сағатқа саласыздар. Немесе ыстық күйінде ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басыңыздар.